Сәлем достар, сәлем оқушылар. 5-ші сынып бойынша бағдарламаны қайталауға сіздерге кеңес беремін. Енді 5-ші сыныптарға қарай жалғастыру үшін біз қазір 1-ші тоқсанда өткен тақырыптарды түсіндіріп кетемін. Яғни 5-ші сыныпта біз бөлшектер деген тақырып өттік. Бөлшектер тақырыбы дегеніміз біз 3-ші сыныптан бастап өттік, одан кейін 4-ші сыныпта жай бөлшектер түсіндірдік. Одан кейін қазір енді біз бөлшектерді қосамыз, азайтамыз, көбейтеміз және бөлеміз, және бөлігі бойынша санын табу, санның бөлігін табу деген тақырыптарды өтеміз. Енді қараңыздар, бөлшек дегеніміз не? Жалпы түсінік қалыптасу керек. Яғни бөлшек дегеніміз, яғни мынандай сызықша сызылады. Мынандай сызықша сызылады. Бұның алымы болады. Алымы, яғни бөлімі. Яғни алымы бөлімі. Яғни мысалы қандай сандар? 4-тен 3, 6-тан 1, 3-тен 2 деген сандар болады. Тағы да мысалы 4-тен 4 деген сандар болады. 7-ден 8 деген сандар болады. Бұл сандар, яғни бөлшек сандар. Енді бұның жалпылығын не дегеніміз, мысалы бізде бір жобада есептер келді. Мысалы берілген санның бөлігін тапты. Мынау мынаға сәйкес келсін. Мынау мынаға сәйкес келсін. Енді 4-тен 3 бөлік дегеніміз теңдей бөліну керек бөлшегіміз. Теңдей бөлінген кезде ғана ол бөлшек сан болады. Яғни түзумен аламыз, қазір бөліп тастайын. Мына бөлікті сонда шеңберді мен 4 бөлікке бөлу керекпін, оның 3 бөлігін бояймын. Теңдей бөлемін. Егер теңдей бөлінбесе, бұл бөлшек емес. Бұның 3 бөлігін бояймын. Бір бөлігі бар, одан кейін 2 бөлігі бар, одан кейін 3 бөлігі бар. Бастауыштан осылардың боялған бөлігі неше, боялмаған бөлігі неше деген ұғымды түсіндірді. Яғни боялған бөлігі бұл теңдей 4 бөлікке бөлінді, одан кейін 3 бөлігі боялды. Яғни 4-тен 3. Боялмаған. Оның неше бөлігі боялмаған? Бұл тең 4-ке бөлінді, және бір бөлігі боялмай қалып кетті. Мысалы, 6 дейік. 6-ға 4 бұрыш алған жақсы, 4 бұрыш алған. Кез келген фигураларда берейік, ала берейік. Мысалы, 4 бұрыш алдық, міне. Осы 4 бұрышты маған теңдей 3 бөлікке бөлу керек. Ортасына бөлейік, сосын теңдей қылып 3 бөлікке бөлейік. Оның неше бөлігін алу керекпін? Бір-ақ бөлігін аламын. Бір-ақ бөлігін бояды, міне. Көрдіңіздер ме? Яғни боялған бөлігі 6-дан 1 бөлігі, ал боялмаған 6-дан 5 бөлігі. Тура солай аралай кете береді. Енді алдыңғы бір жобада, бірінші бір жобада алғаш бөлшектерді сөткен кезде мынандай бір есеп болды. Сол кезде сіздер мына сурет дұрыс бөлшек бола ала ма деп жазылды. Мысалы шеңбер сызайын. Мына шеңбер сызайын. И тағы мен тағы бір шеңбер сызайын. Арасында түсіндірейін, өйткені барлықтарыңыз «я» деп берген қопсызда да, бірақ ол дұрыс емес. Мысалы, мен теңдей 4 бөлікке, мысалы, 4 емес, 8 бөлікке бөліп шығайыншы. Мынау бөлшек бола алады. Өйткені тең, барлық бөліктері бір-біріне тең. Мысалы, оның 3 бөлік. Мына бөлігін алып, мына бөлік. Мысалы, мына бөлшекті мен жазалам. Неше бөлік? 8. 8-ден 2 бөлігі боялған деп жазалам. Ал егер мен
бүйтіп бөліп тастайтын болсам, ол кезде мына бөлшек бола алмайды. Өйткені қараңыздар, мына жерде бізде дөңгелектің жаңағы 3/1 бөлігі, мына дөңгелектің 3/1 қандай да бір бөлігі. Мына бөлшек бола алмайды. Өйткені көрініп тұр ғой, өлшемдері әртүрлі болып тұр. Мысалы, үйде ренжіген кезде, мысалы, тортты мысалы кесіп келеді да, мамаларың ренжітпеші сендерді тең бөліп береді. Мынандай бөліп, бір баласынан біреу, бір баласынан мынандай беріп, ортасындағы тағы баласына берген кезде, ортасындағы бала мақтанып отырады, менде көп, сендерге қарағанда деген сияқты ұғым қалыптасады. Сол себепті мынау бізде бөлшек бола алмайды. Түсіндіңдер ма? Я жоқ деген кезде сіздер жоқ деп жауап беру керексіздер. Ал мына жерде тең де бөлінсе, ол дұрыс деген сөз. Яғни бөлшек бола алады деген сөз. Енді ары қарай келесі. Сонымен жалпы ұғымды түсіндірдім. Енді біз бөлшектің негізгі қасиеті деген артынша бөлшектің негізгі қасиеті деген тақырыптарды өткенбіз. Яғни бөлшектің негізгі қасиеті бойынша санды алымында бөлімінде бірдей санға көбейтуге болады, бірдей санға бөлуге болады. Сонда бөлшектің негізгі қасиеті өзгермейді. Мысалы, ол қалай? Мысалы, түсінуге дейін 32-ден 24 деген бөлшек болсын. Мына бөлшектің, енді мен сыныптарға әдейі үйретемін. О-ны тауып алыңыздар. Өйткені екі таңбалы сандада болған кезде, мысалы, уже бала жатасады. Бүйтейік онда, қарапайым саналай, 9-дан 6. Мысалы, екеуінің де 3-ті көбейту таблицасының кестеседі, сол себепті екеуін де 3-ке бөлуге болады. Сол себепті мен 6-ны 3-ке бөлем, 9-ды 3-ке бөлем. Сонда қалғанын жазам, көрмеймін, екеуін де бірдей санға бөліп тұрмын. Сонда менде 3-тен, мына жерде 6-ны 3-ке бөлсем 2. Сонда 3-тен 2 және 9-дан 6. Қара, оқылған кезде біз бірінші бөлімін оқимыз, сосын алымын оқимыз. Бөлімін оқыған кезде жіктеу системдігін жіктейміз, мысалы, қосамыз. Ал 9-дан 5, 3-тен 2. Мынау 32-ден 24. Яғни оқуына да көңіл аударыңыздар. Өйткені оқуы да дұрыс болу керек. Келесі бөлшек 32-де 24. 32-де 24 қай көбейту таблицасында бар? Егер оны білмейтін болсаңыздар, біз алдыңғы тақырыпта ЕІОБ деген тақырып өткенбіз. Мен оны білейін, білмейтін оқушылар түсініп алыңыздар. ЕІОБ. Екі санды жазам. 32, 24. Жақшан жауап. 32-ні жіктеймін көбейткіштерге. Алдыңғы тақырыпта мен ЕІОБ-ны қалай табу керек, соны көрсетіп жіберемін. 2-ге бөлем. Мына қатарда міндетті түрде жай сандар болу керек. Жай сандар дегеніміз бірге және өзіне ғана бөлінеді. 32-ге бөлетін болсам, 16 шығады, тағы 2-ге бөлем, 8 шығады, 2-ге бөлем, 4 шығады, 2-ге бөлем, 2-ге бөлем, 2 шығады, 2-ге бөлем, 1 шығады. Келесі 24-ті жіктеймін. Бұл да 2-ге бөлінеді, жай сандар кестесінде 2 деген сан бірінші болып тұрады. 2-ге бөлем, 24-ті 2-ге бөлсем 12, 12-ні 2-ге бөлсем 6, 6-ны тағы 2-ге бөлуге болады, 3, 3-ті 2-ге бөлінбейді ғой, ол 2-ден кейін бізде 3 деген сан. 3, 3-ті 3-ге бөлсем 1. Енді оқушыларға мен түсіндірем. Яғни мына қатармен жұмыс жасайын, мына қатармен жұмыс жасайын. Екеуінде де келісетін сандарын домалақтаңдар деп айтамыз. Домалақтадық. Екеуінде домалақтар 2 жұп болды, біреуін жазамын. Көбейту. Келесісін домалақтай басқасы еді. Басқа түспай. Келесісін домалақтаймыз. 2. Осы жерде 2-ні жазамын. Тағы түсінбей жатсаңыздар, тағы да 2 бар, міне. 2 бар. Көбейту 2. Түсініп отырсыздар ғой? Мына жақта, мына сызықтың мына жағымен жұмыс жасаймыз. Мына сызықтың мына жағымен жұмыс жасаймыз. Мына жаққа қарамаңыздар. Бұл уже бөлінудің мәні болып тұр. Басқа сандар жоқ қой. Мына жерде 2 қалып қойды, мына жерде 3 қалып қойды. Енді осы сандарды мен ақсы өткенімде теңестірейін, көбейтемін. 2-ні
немесе дәреже көрсеткіш ретінде жазсақ болады. 2-нің неше дәрежесі? 2-ні 3 рет жазу, яғни 3 дәрежесі. 2-нің 3 дәрежесі ол дегеніміз 8. Яғни 32-ден 24-ті екеуін де 8-ге бөлсе болады. 32 бөлу 8. 24 бөлу 8. Тең. 38 8-ге бөлсе 4, 24 8-ге бөлсе 3. Яғни 4-тен 3 деген мән шықты. Енді қараңыздар, неге олай деген кезде калькулятормен тексерсеңіздер болады. 24-ті 37-ге бөліңіздер, және 3-ті 4-ке бөліңіздер, екеуінің мәні бірдей болып шығады. Осыны бір тексере салайықшы. Неге екеуін бөледі деген көп оқушыларда түсініксіз бір жағдай болады, түсінбейді. Яғни қараңыздар, 24-32-нің ішінде жоқ, сол себепті мына жерге 0 тіркеймін. 0 беремін. Енді 32-нің ішінде 24 неше рет? 7 рет болады, 7 жердегі 2 14, бір ойда, екеуін көбейтсем 21, ойдағысымен 22. Азайтамын. 6, мына жерде 1, артына тағы 0 тіркеймін. Енді нешеден беремін? 5-тен беремін. Сонда 160. Азайтқан кезде 0 шығады. Енді 3-ті бөліп көрейін. Өрнекті мәні өзгере ме, өзгермей ме, соны анықтап көреміз. Бөліп көрейін. 3-ті 4-ке бөлемін. 3-тің, сіздер ондық бөлшек бермейді екенсің. Онда калькулятормен саласаңыздар, 0-ді 3-ке бөлсе 0. 0 беремін. 0-ді беремін. 7-ден беремін. 7-ден беремін. 28 азайтам, 2 артына тағы өлтірейін, 75, 20, сонда азайтам бөлім. Сонда 0,75, 0,75, 0,175, 0,175 деген болады. Енді бұл бөлім, енді көбейтуді қалай шығарамыз? Сонда берілген санға екеуінде бірдей қатар бөлеміз, екеуінде бірдей қатар сан бөлеміз. Бірақ ең үлкен ортақ бөлгіш табу арқылы табылады. Егер ауызша шығара алсаңыздар, 10-ты шығаруға болады. Келесі, енді бірдей санға көбейтуге болады. Мысалы, 7-ден 2 тең бөлімін 28-ге келтіріңіз. Берілген бөлшектің бөлімін осындай бір жыбыда да кездеседі. Бөлімін 28-ге келтіріңіз дейді. Келтіріңіз. Енді оны қалай жазамыз? Яғни қайтадан бөлшек жазып аламын. 7-ден 2 бөлімі 28 болу үшін маған 4-ке көбейтілу керек. Яғни мен не істеймін? Осы бөлшек жазып аламын да, екеуін де, яғни алымын да, бөлімін де 4-ке көбейтемін. Өйткені менің бөлімім 28 болар қой. Сонда тең 28-ден 8 деген бөлшек шығады. Келесі 28 болсын, ағарай 35 болсын. 7-ден 2 35 болу үшін бөлімін де, алымын да бірдей санға көбейту керекпін. Яғни бөлімін де, алымын да нешеге көбейтемін? 5-ке әрине. 7 көбейтілген 5, 2 көбейтілген 5. Сонда тең 35-ден, яғни қараңыздар, бөлімін 28-ге келтірдім. 28-ге келтіру үшін мен 4-ке көбейттім. Бөлімін 35-ке келтіру керек болды, мен 5-ке көбейттім. 5-ке көбейткенде мен тек қана бөлімді ғана көбейткен жоқпын, мен алымын да көбейттім. Сонда бөлшектің мәні өзгермейді. Түсінікті ғой? Түсінікті. Ал кеттік. Ал сонымен бөлшектің бөлімін 32-ге келтіруге болатынын сіздер көрдіңіздер. Енді келесі практикалық есеп ретінде қазір мен дәптерге шығарып көрсетем, бір-екі есептерге көңіл аударып есептеп қарап отырыңыздар.